Birazırak vaqt bölüp buna 13 Akban günü 2026 yılga Kazak Edebiyatı gazeti gelgen eken sizlerмен birге oqosa gazetke şol жасап taşlasak. Kazaktın ülkön жазуучусу Дулат Исабеков кайтыс болгонуна 1 жыл болгон экен. Жыл толду, үлкөн жүрөк токтогал деп осы биринчи бетке үлкөн портретин берген экен міне. Темирхан Медетбек акындын Жумбак Дулатсың деп жумбактап бир өлөң жазган экен. Бирок мен Дулат жумбак дегенин билбейм. Дулатка эч кандай жумбагы жок адам го. Ясный как день деп орыстар айтады ғой. Бәрін анықтап жазып кеткен адам ғой. Мен енді жұмбақтаудың керегі жоқ деп ойлаймын. Ол Абай емес қой. Абайдың жұмбағы деп, Дулаттың жұмбағы деп жұмбақты көбейте берген қалай бір жақсы дейсіз. Мына хабар бірінші, екінші ретте жаңа конституция жобасы талқыланды дейді. Ортасында міне Мереке Құлкен атамыз отыр. 75-ке келген атамыз төраға болып отыр. Жазушылармен бірге саясаткерлермен бірге. Енді 4-ші беттен бастап Дулат ағамыз осы бір нөмір түгел Дулат ағамызға берілген екен. Енді кімдер сөйлеген екен соған келейік. Әбдіжәміл Нұрпейісов деген атамыз қайтыс болып кеткен адам ғой енді. 80-нен асып 90-ға таяу барып қайтты деймін осы кісі. Сол кісінің Дулат туралы сөз деген мақаласы. Мұны Бексұлтан Нұржекеұлының мақаласы. Бұл екеуі құрдас қой өздері. Достықтан сағынышқа ұласқан беу дүние деп қойды. Мына депутатымыз Қазбек Иса деген бауырымыз енді Шымкенттен ғой енді. Дулат ағамыз жерлесі Исабеков әлемі деген өлең шығарыпты. Иманғали Тасмағамбетов кеше мына Дулат ағамыздың жылдық асына барып сол жерде сөйлеп жатыр еді. Сол жерде сөйлеген сөз болу керек. Самайынан періште сипаған суреткер деп қойыпты. Осы Иманғали Тасмағамбетов ағамыздың Дулаттың кітаптарын оқыды деген көз бас. Білмеймін. Кітап оқымайды ғой бұлар. Негізі кітап оқыған адамдар ондай болмайды ғой. Әлімжан Абжанов дейді, әдеби орталықтың әлеуеті мол деп қойыпты. КТЛ лицейінің құрылтайшысы дейді. Білмеймін, бұның кім екенін білмеймін. Қазақстанның еңбек ері мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Жоқ, ол басқа екен ғой. Нағыз Жансейіт Тимебаев дейді. Бұл баяғыдағы министріміз ғой, оқу министрі болған кісіміз. Bir жерде ректор, Әл-Фараби атындағы университеттің ректоры. Казгудегі түскен суретімен кездесуге барған ғой бір жерден. Бекет Тұрғараев дейді, Дулат ағамен Бекет арқылы таныстым дейді. Есақы қойдым екен. Сұлтан Әлі Балғабаев дейді. Бұл драматург. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы, драматург, профессор. Мына драматургиядан Жүргенов атындағы өнер институтында сабақ берем деп айтып жүретін бұл кісі. Тапта жақсы драматург қой. Дулатпен өткен 50 жыл дейді. Енді 50 жыл бірге жүрді деп ойламаймын. Біраз жыл қызмет еткен болу керек сол Жүргенов университетінде, институтында, өнер институтында. Сол кездердегі өмірлерін еске алып жазған ғой енді естелік бір жағы. Дулат ағамыздың істеген шаруаларын, баспада жүргенде істеген көп шаруалар бар екен. Баспада проза бөлімінің басшысы болған екен. Енді Исабеков кейіпкерлер үнсіз күрескерлер деп қойыпты. Бигелді Ғабдуллин дейді. Қазақстанның құрметті жазушысы деген атағы бар екен бұл үшін. Әйтеуір неше түрлі атақты бұлар тауып өздеріне
Жапsырып алат. Дәурен Кубат дейт, kalamın kaldırıp ketken jok deyit. Kalay kaldırıp ketken jok? Түсініксіздеу тақырып екен. Дәурен Кубат деген Жұлдыз журналының редакторы, бұрын Қазақ әдебиеті газетінің редакторы болып, өзі білесе былай ауып кетіп, білесе былай ауып кетіп жүретін журналист еді. Бұл жазушымын деп қазір кәдімгі сөйтіп алыпты. Енді ақиқат сөздің адал сардары дейді. Сыбанбай Сәкен дейді. Үлкен бір бет мақала енді. Жазушылық деген шеберлік деп қойыпты. Әзірлеген Сәкен Сыбанбай дейді. Досқан Жолжақсынов да жазыпты бұл кісі туралы. Дулат және менің дәуірім дейді. Сауық Жақанова бірге оқыған ғой деймін қазірде. Қара шаңырақ деген әңгімесін берген екен. Ол жақсы енді. Прозаиктер ең жақын туысқандар еді дейді. Роза Мұқанова, прозаиктер ең жақын туысқандары еді дейді. Енді бұл солай естеліктер жазған екен. Нұрғали Ораз тіршілік дейді, есе дейді. Шымкенттен осы шыққан бауырым деп өзі осы жігітке алғыс сөз жазып сөйтіп жүреді. Роза Мұқановаға да алғыс сөз жазып жүреді. Айнұры арайлы айдынға тарайды дейді. Бір жас Қожабаева деген. Имандылық ұлттық дейді, ұлттық дейді. Кенжалиев деген заң ғылымының докторы дейді. Енді осындай Дулат ағамыз туралы мына жерде Төлеген Жанғалиев деген ана абайлық ақынымыздың бір-екі бет өлеңін берген екен. Мұрат Өтешев дейді, Үшкілдің хикаясы. Балалар бағбаны дейді бір. Балалар әдебиеті деген екен деген жерде 12-ші бет, 24-ші бетте. Осы Дулаттың суретін, Дулат ағамыздың суретін қойыпты да. Ол кісі айтқыш қой енді, әр жерде әртүрлі юморист сол сөздерін берген екен. Енді бұл газеттің көпшілік беттері 3-4 бетінен басқа 20 шақты беті осы Дулат ағамызға арналған екен. Бұл енді көп пе аз ба оқырман өзі айтып жатар. Осылай шыққан екен.